Мен Әмірғазыұлы Әлімбек, Қазақстан Республикасының толыққанды азаматымын. Осы биылғы жылдың немесе 2025 жылы наурыздың 6 күні Атажұрт партиясының Каспий Голдына 10 мың теңге оразаның бітір садақасы ретінде жіберген едім. Сонымды соған байланысты кеше, яғни 2025 сәуірдің 15-і жергілікті учаскелік полиция маған хабарласып, жолығуымды сұрады. Содан кешкісін мен оны жұмыс орныма шақырдым, дәл осы жерге. Содан түсініктеме алып, ертеңінде прокуратураға келуімді сұрады. Ескелді би ауданының прокуратурасына бардым, жаңағы Қарабұлақ қалашығындағы. Сол жерде таңғы сағат 10-да барған мен ол жерде. Жаңағы жиналыста отыр екен бастықтар. Осын кейін тағы бірдеңе деп, ошым өзі 3 рет кіріп шықты да, қысқасы мен ол жерде прокуратураның алдынан қайттым. Ол жерден менен ешқандай түсініктеме, ешқандай сұрау, ештеңе жауап болған жоқ. Сосын кешкі сағат 6-да қайтадан келуімді сұрады. Мен бара алмайтынымды айттым. Сосын кейін арнайы повестка жібермесеңдер келмеймін дедім. Кешкісін тағы да хабарласып тұр, жаңағы сағат 7 мөлшерінде кездесейік деп. Және де сол жұмыс орныма шақырдым осы жерге. Содан планшетін алып келіп, жаңағы кешегі түсініктемені бергенім бойынша, одан кейін жаңағы қазір 489 баптың 11 тармағы бойынша тіркелмеген немесе жұмыс тоқтап тұрылған, сосын тағы сондай бір тіркелмеген ұйымдар, жаңағы тіркелмеген діни ұйымдар деген сияқты бір тармақтар бар екен. Соған ақша аударғанда 200 айлық көрсеткіш бойынша айыппұл төленеді деген. Сондай айыппұл жазып берді маған. Мен оған келіспейтінімді айттым. Келіспейтінімді, жаңағы хаттамаға келіспейтінімді жазып бердім. Сондай айыппұл салып кетті қысқасы маған. 200 айлық көрсеткіш дегеніңіз 786 мың теңге дейді. Бір жетінің ішінде төлесең 393 мың 200 теңге төлеу керексің дейді. Ал менде ондай төлейтін қаражат та жоқ. Өзім 200 мың теңгелік айлыққа күн көріп жүрген адаммын. Кредит жауып жүрмін.